Бала бойындағы ең жақсы қасиеттер де ең алдымен анадан тарайды. Әлемдегі ең кешірімді, ең мейірімді жан ана. Ана баласы қандай қателік жасаса да кешіреді. Оның мейірімділігінде шек жоқ. Ана болу бүкіл өміріне кететін рухани күш пен ерен еңбек. Өз баласын бағып қабылда, ана өзін-өзі ұмытып, барлық күш-жігерін перзентіне жұмсайды. Ол арқылы оның жаны нұрлана, нәрлене түседі екен. Ал баланың анаға деген махаббаты жеткіліксіз. Оны барынша құрмет тұтып қастерлеу әрбір баланың борышы. Ана махаббатын сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Ананың мейірімі жан-жағына өз шуағын төгеді. Осы шуақпен жылынып, асыл ананың құшағында мейірім алып жүрген барша адамзаттың аналарды мәңгі ардақтап, аялай білсе, одан асқан бақыт жоқ шығар. Солай ма? Келісеміз бе осы? Жақсы. Өздеріңіздің аналарыңыз жайлы қандай ой болған едіңіздер? Ана өмірдегі ең сүйкімді және әлемдегі ең кешірімді адам. Ана бір қолымен бесік тербесе, екінші қолымен әлемді тербейді. Менің ана туралы ойым: нұрын төккен күндейсің, жылытатын жерімді, хош иісті гүлдейсің, көркейтетін төрімді, таудан аққан бұлақтай мөлдір сенің мінезің, жайқаласың құрақтай ару анам бір өзің. Қадіріңді біледі, ардақтысың, бәріне амандығың тіледі, жас баладай кәрі. Шарппен тұрғанмен де оның астарында үлкен терең ой жатыр. Яғни ана деген ол бізді осы өмірге әкелген адам, осы жарық дүниенің есігін ашқан адам. Және де ана сөзінде ишарат жатқанменен ол әлемдегі ең сүйкімді де ең асыл жан болып саналады. Әрдема бір өзімнен басталды, сен деп жаздым, алғаш өлең бастанды. Қуандым ба өзім бар деп қуандым, жыладым ба өзім жоқ деп жастанды. Бәрдена бір өзімнен басталды, жанарыңнан көрдім алғаш аспанды. Еркелесем бір өзіме еркелеп, жасқандым ба тек өзімнен жасқандым. Алғашқыда молда сендік сүтеді, ақ сүт берген қашан да үміт күтеді. Отанымның өзі сенен басталып, жауларыма жеткен жерден бітеді. Бала жетпес асылдан сынығысын, мөлдір таза бұлақтың тұрғысын. Күндей ашық, айдай биік көңіліңді, жүрегімді нұрға бояп жырайдысың. Мені мүлде құлатпайтын шынарымсың, дүниеде таусылмайтын жырайымсың. Саған айтқан шын сөзімді өлеңіммен, жан анашым, жүрегіммен ұғамысың. Ең жақсы сөз. Әке сен айтатын жақсы сөздер көп еді. Айтшы енді ана жайлы ең жақсы сөз не деді? Ана жайлы пайғамбарлар сәлемі, ана жайлы ақындардың өлеңі, ана жайлы қара жердің безгені, ана жайлы уақыттың да безгені, ана жайлы айтылмаған бір сөз болса әлемде, ол да ананың айтылмаған сөздері. Ана жайлы ең жақсы сөзі есту үшін тыңдалып, тыныштықты тауды көзді ай сәулесін күн нұры. Ана жайлы сенің барлық тәтті қиялдарың, арманың, ана жайлы менің барлық шындығым. Айымсың ғой жарық қылар күнімді, жұлдызымсың сәнді еткен түнімді, бір алладан саулығыңды тілеумен атқызамын әрбір ғажап күнімді. Барлығымыз көзімізді жұмамыз. Анамызды елестетіп, онымен өткен қызықты сәттерді еске түсіреміз. Кенеттен біз анамыздан, үйімізден, жерден алыстай бастаймыз. Жан-жақтың бәрі қап-қараңғы. Бар ойымыз анамыздың қасында өткен күндерге оралу. Бір сәтте алдымызда анамыздың бейнесі пайда болды. Айналамызда гүлдер пайда болып, күн шуағын шашып тұр. Біз анамызды қатты құшақтап, оған бар жақсылық үшін алғыс айта бастаймыз. Ал, көзіңізді ашайық. Қандай әсер алдыңыздар? Әсер болды ма? Қандай әсер?
kişisiniz deydiler de. Olsun ben sizin yalnız analarınızda hürmetliğe göre oğlan sunmayın. Şola sürü saytın göre ona hiç göre ona jası görekminizdi. Öldürür gerek, aytımız gerek. Al biz onun jası görekminizdi künde ayta alamız mı? Aytamız mı? Yok. Endişe kaysa soğan anlatırız gerek. Alo mama. Ben sizi жақсы көремін. Мерекеңізбен халықаралық әйелдер күні. Алло, мама, ол мен Секен. Мама, мен сені қатты жақсы көремін. Сегізінші наурыз құтты болсын. Сегізінші наурыз құтты болсын. Сегізінші наурызымен, сегізінші наурызын құттаймын. Алло мама. Мен сізді жақсы көремін мерекеңізбен. Мен сізді жақсы көремін мерекеңізбен. Келе жатқан. Iya. Halo mama. Halo. Мен болмайтын. Мама, мен сізді жақсы көремін. Мен сізді жақсы көремін. Ау. Мен сізді жақсы көремін. Мен сізді жақсы көремін. Жақсы көремін да, соны айтайын. Мен сізді жақсы көремін. Келе жатқан мерекеңе. Алло мама, мен бара жатырмын. Мен сізді жақсы көремін. Мерекеңізбен мама. Мен сізді жақсы көремін. Oma, мен өтем ғой. Мерекеңізде ома. Келе жатқан мерекеңізбен. Мен сізді жақсы көремін. Алло. Әже мамаға бересіз бе? Мамаға бересіз бе?
Байқамасаң. Мама мен сізді жақсы көреді. Берекеңізден. Құтты болсын. Біз мектепте тәрбие сағатындамыз. Halo? Men qo'yaman. Men seni yaxshi ko'raman. Merekengmi? Sevgili davolasan. Kelajakda. Ko'zingdan taniyman Әлемнің жарығын сыйладың сен